Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге уәде еткенімдей жанның 12 арнасының 4 арнасын айтатын боламын. Жалпы адамның жан дүниесінде жанның 12 арнасы бар. Тәнімізде мысалы бізде 12 мүше болса, жанымызда да жанымыздың 12 арнасы бар. Соның ішінде бірінші арна ол түйсік. Түйсік дегеніміз подсознание. Түйсік бізді баратын жерімізге жетелейтін құрал. Мысалы навигатор бар ғой, сол секілді навигатор десек те болады. Бізді миссиямызға апаратын кезде бізді бақытта отырады. Бұлай жүр, бұлай жүр, дұрыс емес деп. Түстер арқылы, алан сабақ арқылы, өзіңді тыңдау арқылы оны сезінесің. Ол үшін сен түйсігің ашық болу керек. Ал ұят арнасы екінші арна. Өйткені біз ұялатын жерде ұялмай, ұялмайтын жерде ұялып қаламыз. Мысалға айтатын болсам, біз мысалы басқа елге еліктеп, тілімізді ұмытпағанда, орысша сөйлегенде ұялмаймыз, мақтанамыз. Соны біз орысша сөйлеп тұрған кезде көп қазақтар, бәріне топырақ шашпаймын, кейбір бар сондайлар, өзін білімді сезінеді, өзінің жаңағы қазақша сөйлесе, бір білімсіз, надан сияқты өзін солай адамдар бар, өкінішке орай. Сол сияқты, мысалы, ұялатын жер дегенімізді тағы да айта кететін болсам, толықтырып, ұялатын жер дегеніміз, мысалы, өзінің бір ойыңды айтқан кезде ұялып қалып жатасың, біреуге бірдеңе ойыңды айтар кезде, или не болмаса тойларда бір тост сөйлеген кезде ұялып жатасың. Ұялмайтын жер ол. Солай кездерде ұялып қалып жатасың. Ал енді үшінші арна, ол сүйіспеншілік арна. Ең бірінші өзіңді сүй дейді, өзіңді сүй. Онан кейін Алланы, одан кейін адамзаттың бәрін сүй дейді. Ең бірінші біз өзімізді сүй алмай, біз Алланы тани алмаймыз. Алланы тани алмай, біз адамзатты сүй алмаймыз. Ал төртінші арна ол мінез. Мінез дегеніміз дүниесің жақсы мінез болады, жаман мінез болады. Әлихан Бөкейханов айтқан, Әлихан Бөкейханов ұлтыңа қызмет ету ол білімнен емес, ол мінезден. Көрдіңіз ба? Көп ойлайды, мен білімді болмасам, мен жетер жетістігім болмайды деп. Ал ол Әлихан Бөкейханов мінезді айта кеткен осы жерде. Бір хадисте де бар, айтылған ғой былай деп, сендердің ең жақсыларың көркем мінезділерің. Соның ішінде әйеліңе жақсы қарауларың дейді. Біз қайтеміз? Бұрынғы наным сенімдер бойынша әйелімізді төмендетеміз, әйелді бағаламаған ғой көп қазақ, көп. Кейбіреулер бар, бағалаған адам жетістігіне жетіп алған, ал бағаламайтындар сол ескі біреудің әйелінен қорқасың, анау деген наным сенімдермен ұят әйеліңді сыйламасаң деген сияқты түсінік бар олда. Мысалы айта кететін болсам, билерден алғанда айтқан, үш қадірлі, үш қадірсіз. Үш қадірліге бізде ырысты жатқызған, өкінішке орай, бақты жатқызған, дәулетті қадірліге жатқызған. Одан кейін үш қадірсізге жастық шақ, міндетті түрде жастық шақ. Біз қадірлемейміз ғой, жастық шағын өтіп кеткеннен кейін, өтіп кетті ғой деп отырасың. Денсаулығың біткен кезде неге барасың? Больницаға барасың, одан қараласың, или не болмаса болдым деген кезде денсаулық күту керек еді деп ойлап отырасың. Одан кейін жақсы жарды қадірлемейді. Жақсы жар, әйел де, еркек те жарларын қадірлемейді. Көрдіңіздер ме? Қадір сізге осы билерден алғанда айтып кеткен екен. Қазіргі адамдардың состояниесі сондай болып жүр. Осы төрт арнаны біз бойымызда сіңіріп дамытатын болсақ, жаңағы аяғы ауыр адамдар жәнегі баланы іштей тәрбиелейді. Жалпы біз осы төрт арнаны бойымызда дамытып, өзімізге сіңіріп, сезініп, дамытқан кезде бізде аяғымыз ауыр кезінде, аяғы ауыр келіншектер балаға ол өтеді. Балаға өтеді екен. Жалпы бұның бәрі, психологияның бәрі, араларыңызда бар ма Абай Құнанбаевтың қара сөздерін оқыған? Осы Абай Құнанбаевтың қара сөздерінде түгелін айтып кеткен екен. Мен өзімнің айтатын болсам, біздің балалық күнімізде ауылда библиотека болды, өзім тұратын ауылымда.
біз ол жерден кітап алайық десек, ол жер өзі тап-таза керемет бір мұражай сияқты бір кереметте, күнде барсаң таңертең түсте қай уақыттасың неше рет жуылады ғой, мына тап-таза нелердің іші, полкалардың іші деген шаң таба алмайсың ғой. Сондай бір шарқ жаппай істеді, өзі таза. Барсаң қабағын түйеді де, неге келдің дейді, қабағын түйіп. Сонда кісіден шошисың, кітап алуға шошисың. Кітаптарын өзі қызғыштай құрып сөйтетін. Не оған бір барып кітап алып жатқан бір баланы көрмейсің. Өйткені ол кісі бергісі келмейді, түйсік деңгейінде солай. Ала алмай кетесің, қарап кітаптарға. Кіргізбейді десең, аяғыңа қарап тұрады. Сонан қорыққаннан кететінбіз. Иногда бізге келеді де, маған көмектесіп жіберіңдерші, кітапты жөндеуге дейді. Бір 5 бала берші деп мұғалімнен сұрап алады ғой. Сонда мен барайыншы деп барып аламыз. Сонан кітаптардың арасынан ертегіз деп қарап қызықтайтынбыз. Сол жерде сондай ғана бізде неме болды, біз бүйтіп алып кітапты үйімізге әкетіп бізде оқу деген болған жоқ. Өйткені соншалықты кісі кітабын жақсы көрді, ешкімге де оқытпайды, енді өзі оқи ма білмеймін, әйтеуір сондай болды бізде. Менің көз алдымдағы шындық солай болды. Содан мен енді бірінші курста оқуға түскеннен кейін, бірінші курста мен Абай Құнанбаевтың Қара сөз деген естілген ғой. Енді ол кезде ауылда тұрған кезде енді бір кітаптар сатылмайды да ол жерде, бір сатып алып бер деп те айтпайсың ата-анаңа, сондай заман болды. Сонан кейін Қара сөзді қалай болады екен деп бір оқып көрейінші деп мен жаңа читальный залға бардым да сөйтіп сұрап алдым, кітабын алып алып мен оқысам, түк түсінбеймін, басым ауырады, миым қарсыласады. Сөйтіп оқып жүрдім, ертеңінде тағы бардым, сөйтіп бір 25 Қара сөзіне келгенде шаршадым кәдімгідей. Миым отказға кетті ананы оқығанша. Бұл қалай, не деген қиын жазылған дедім де қайттым. Кейбір жерін түсінемін, кейбір жерін түсінбеймін. Содан кейін әйтеуір бір сезініп оқымадым. 2015 жылы анам өмірден өтті. Сол кезде мен енді бұл қалай, енді бұдан да былай жүруші ме еді, біз бүйтпегенде деп енді өзімді кінәлау болады. Бір енді депрессияға кетіп солай болды. Енді өйткені анамды мен өте қатты қадірлеп, енді любой адам сөйтеді ғой, енді неге түскеттім, депрессияға түскеттім де, енді өзім бұл жолдан шығу жол бар ма деп психологиялық кітаптар оқи бастадым. Сонда оқи бастаған кезде мен жаңағы жүрдім, оқып жүрдім. Содан кейін Абай Құнанбаевтың жаңа Қара сөздерін оқи бастадым. Сол кезде білдім, уже менде Қара сөзге бір ерекше жазылғанын байқадым. Қарасаңыз, сол Абайдың Қара сөздерінде жаңағы психологияның бәрін айтып кеткен екен. Түгел қазіргі айтылып жатқан психологияның бәрі сонда жазылған екен. Мен сол кезде білдім, осында жазып қойыпты ғой деп, менің іздеп жүргенім бәрін. Содан енді мен не былтыр ма, былтыр қойдым, әлде одан 1-2 жыл жоқ, былтыр Абайдың Қара сөзін оқыған кезде уже сөздің бәрін жаттап алатын болдым. Өйткені менде түйсік ашық болғаннан кейін мен Қара сөздерін есіме сақтаймын. Сөздер қиын ғой, соны бойыма сіңіре бастадым. Деп сол кезде мен толық түсіндім десем болады. Сол өйткені қазір кейбір адам, мысалы, оны түсіне бермеуі мүмкін, өйткені оны дайын емес. Ол не екенін ұқпауы мүмкін. Қазір менің айтып отырғанымда неме деп отыр деп ойлауыңыз мүмкін. Менде де ондай жағдайлар көп болды. Мынау не деп отыр, мына психолог не де кетті деп. Өзіңнен емес, сол кісіден іздейсің. Мінді бәрін содан іздеп отырасың. Ондай да менде жағдайлар болған. Енді сол 45 Қара сөзінде барлық жазылған екен, керемет. Қара сөзін оқып түсіне бастадым. Содан кейін және құрсақтағы тәрбиені оқып алғаннан кейін 2017 жылы мен толық түсіндім. Мен кінәлі емес екенмін анамның қайтыс болғанына, және де басқа да ешкім де кінәлі емес екен. Тек қана бала күнінде адамның 5-ші айында іште жатқанда, ананың құрсағында жатқанда оның тағдыры жазылып қояды екен, қанша өмір сүретіндігі деп сол кезде барып миыма топ ете түсті. Сол кезде толық түсіндім.
өзіңді дамыту керек, өзіңнен бәрі өзіңнен басталатын. Енді Абай Құнанбаевтың және толық адам ілімі деген бар, иә, ақыл, қайрат және дене, жүректі бірдей ұста дейді. Сонда боласың толық адам дейді. Көрдіңіз ба? Осы ақыл мен қайрат, жүрек дейтіні, сол жүректі кірлетпеу керек, ақылды көп ақпараттарды жинай бермеу керек. Мына не қайратың кетсе өмірің нетеді ғой, бітеді. Қайратты да жаңағы немелердің ғалымдардың айта беретін энергияны уақыттан да бағалы, энергияны адамда өзекке, басқаға шаша бермеу керектігін бәрін сол мен осы психологиядан өзімді дамытудан содан білдім. Енді менің айтқан ақпараттарым сізге ұнаса, лайк басып және поделиться несін батырмасын басып туысқандарыңызға таратып қойыңыз, және де подписаться бөлімін басып қойыңыз. Маған тіркеліп алыңыз каналыма. Рахмет.